Баршаларыңызға сәлем, қазақтың келіншектері. Иә, именно қазақтың келіншектері. Үнемі үйінің тірлігі бітпейтін, шаршамайтын, күш-қуатты қайдан аламыз екен осы. Нан илеп қойып құр босқа уақытымды өткізбейін деп үйді тазалауға кірістім. Қолымдағы сыпыртқы шаң сорғысын жасамай қалды, сол үшін сыпыртқымен сыпыруға тура келді. Осылай бөлмелерді сыпырып, тазалап, жақсылап, неше күннен бері тазаланған жоқ еді. Бір тазалап шығайын деп осылай тазалап алдым. Тазалады деген сөз неше рет айттым екен. Міне кішкентай ғана бөлмемді тазалап алдым дағыны. Осылай бір жаным кіріп, үйдің іші таза ғой енді деп рахаттанып алдым. Бұл бізде жатын бөлме. Балалардың барлығын ойнатып жібердім да үйді өзім тыныш кезде тазалап алайыншы деп бір рахаттанып, осылай кайф алып жинап алдым. Ал енді осыдан бір сағаттан кейін нан ашиды, нанымды пісірем. Осылай уақыт деген өтіп жатыр ғой шіркін. Біздер әйелдер таң қалам осы күш қуатты қайдан алады екенбіз деп кейде ойланам. Бір шаршамаймыз ғой шіркін депті. Балаға да қараймыз, ертең жұмыс істеп барлығына үлгеруіміз керек, балаларды да шомылдыруымыз керек, өзімізді дайындалуымыз керек, сабағымызға дайындаламыз дейміз. Кешкі ауызашарға анау-мынау пісіреміз дейміз. Тіпті орамалым қисайып жүрсім де қараш. Бұйырса ертең 4-90 басталады. Міне залымды осылай тап-таза қылып тазалап алдым. Кәдімгідей күшті болып, көңіл күйде боласың ғой, үйің таза болса. Енді мынау кішкентай бөлмемді тазалап алған сәтім. Бұл видеоны сіздерге бір мотивация болсын, үй тазалауға ерініп отқан келіншектер болса бір көрсін деген ниетпен салып отырмын.